Сәлем достар, сіздермен мен Салтанат Мәдениет қызы. Менің тоқыма каналыма қош келдіңіздер. Біз сіздермен бүгін осындай әдемі комбинезонның мастер-классын бірге үйренетін боламыз. Касамен. Каса сондай аккуратно, әдемі шыққан, ұқыпты. Егерде каса мүлде тоқып көрмеген болсаңыз да, осы мастер-класста тоқып үйрене аласыз. Және де тоқыманы енді бастаған қыздар үшін де өте тиімді мастер-класс. Бұл комбинезонның өлшемі ең кішкентай өлшемге арналған, жаңа туылған балаға мен берген өлшем бойынша, үлгі бойынша сіз кез келген өлшемге тоқи аласыз, және де кез келген жіппен тоқып үйрене алатын боласыз. Өлшем алуды үйренесіз. Менде мына капюшоның кішілеу болды, бірақ жаңа туылған балаға жеткілікті. Егерде үлкейтемін десеңіз, сіз ары қарай жіпті көбейту арқылы үлкен капюшон етіп тоқи аласыз. Қолы манжет резинамен және аяғында резиналарында өзіңіздің қалаған биіктігіңізде тоқысаңыз болады. Маған осы жеткілікті жаңа туылған балаға. Ешқандай шов болмайды. Мына басынан бастап тоқылады негізі. Мойын өлшемін алу арқылы осы мойын өлшеміне тоқылады. Екі қолы реглан мында. Үлкейте отырып, жеңінше үлкейтуіңізге болады. Жіптің санын көбейте отырып. Одан кейін бізде кеудесінде касамен, түймелер пуговицы, одан кейін аяқ менде мына ауынан бастап резинаға дейін шамамен 14 сантиметр, одан кейін резинасы. Резинамен 22 сантиметрдей шығады есептеген кезде. Осындай ғана сүйкімді мастер-класс комбинезонын тоқып үйреніп алыңыз, өзіңізге, жақындарыңызға немесе тапсырыс алып тоқысаңыз да болады. Менің YouTube каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, сонда қоя кетсеңіз болады. Ал сәттілік қыздар. Ендеше біз жіптің құрамымен бізге қандай жіп керек және қажет заттармен танысатын боламыз. Мендегі жіп Alize Midi, 75% акриль, 25% шерсть, цвет номері 241. Хаки цвет, өте әдемі, ер балдарға әдемі жүреді. Менде мұндай түстен болмаған, осы түспен бірінші рет тоқып тұрмын. Маған прям ұнап тұр. Мен жаңа айтып өткенімдей, жалпы комбинезон тоқуға осы Alize Midi өте әдемі жіп, тек бір қабатымен ғана тоқи бересіздер. Қалыңдығы, метражы барлығы комбинезонға өте жақсы келеді. Мен тек осы жіппен тоқимын. Alize Lana Gold. Бұл жіп, бұның метражы 100 граммда 240 метр. Бұл сәл жұқалау болады комбинезонға. Ал екі қабатымен тоқысаңыз қалыңдау болып кетеді. Сондықтан менің ойымша Lana Gold онша дұрыс келмейді комбинезонға. Alize Fine деген жіп бар, оны менде тоқуға болады. Және менде келесі жіп Alize Maxi, бұл қалың жіп, 100 граммда 100 метр. Бұның әрине бір қабатымен тоқисыз. Мен бір комбинезон тоқығамын, бірақ өте қалың болып шықты. Меніңше комбинезонға қалың кардиган тоқуға болады. Бұл жіппен 1 сантиметрде 1,2 ілмек болды. 1,2 ілмек. Келесі осы Alize Midi мен тоқитын жіппен менің тоқыған үлгімді көрсетейін. Алдымен менде специяның номері негізгі комбинезонды тоқитын специя менде номері 4. Үлгіні осы негізгі тоқитын специямен тоқимыз. Және резинасына мен номері 3,5 тоқыдым. 3,5 немесе 3,50 деп айтады. Арнайы специя өлшейтін құрал болса, сіздерде 3,50 деп жазылып тұру керек. Және сантиметровый лента керек. Ендеше тоқып бастайық. Өлшеп. Өзіңізге үлгіні тоқып аласыз. Мен жалпы үлгіні сақтамаймын. Жіпті эконом ететін мақсатында осылай тоқимын да, өлшем аламын, кейін оны таратып тастап, кеспей сразу бұйымды тоқи берем. Сіздерге көрсету үшін осы жолы
үлгіні сақтадым. Вот міне кесіп алып тастадым бөлек. Мен өзіме жазып қоям, сондықтан үлгі сақталмайды менде. Так, 10 сантиметрді аласыз үлгі тоқығаннан кейін. Мына бірден бастап 10 сантиметр аралығында сізде неше ілмек бар, соны санап шығасыз. Мына жерде үлгі тек екі бетінен де оң тоқылған. Себебі біздің бұйымымыз осы үлгімен тоқылады, осы узормен. Сондықтан негізгі узорды тоқисыз спеціңізбен. Егер де сіз тек қана оң тоқитын болсаңыз, онда үлгіңіз де сіздің оң болу керек. Осылай оң теріс болатын болса, үлгіде осылай шығу керек. Так, 10 сантиметрді өлшеп алған кезде менде 1 сантиметрде мына 10 сантиметрдің жаңағы өлшеген 10 сантиметріміздің ара қашықтығында менде 18 ілмек болды. 18 ілмек. Қазір көрсетемін. Жазып. Мен комбинезонды 3 айлық балаға тоқимын. Яғни жаңа туылған баладан бастап 3 айға дейінгі балдарға киюге, по-моему, бой өлшемі 62 сантиметр. Енді обхват шеи, мойын айналымы керек. Мойын айналымын қайдан аламыз? Мойын айналымын біз интернеттен аламыз. Менің постоянно өзімнің қолданып жүрген осы өлшем сенімді. Бұл жерде енді орыс тілінде жазылған. Переводчикпен түсінбей жатсаңыз аударуыңызға болады. Мойын өлшемі, ширина, мына жерде бізге тағы не керек? Капюшонның биіктігі, глубина, соның барлығы, высота капюшона, осының барлығы осы схемада көрсетілген, және осы таблица мен үшін бір ең сенімді таблица. Мен сіздерге осыны жіберем, өзіңіз скачать етіп алсаңыз болады, немесе шығарып алсаңыз болады. Және де менде екінші схема мынау. Бұл жерде комбинезонның мына қолы, мына қолтықтан бастап аяққа дейінгі биіктік, осының барлығы әр өлшемге сәйкес көрсетілген. Бұл дайын схема, таблица. Егер де сіздің балаңыз крупный болып жатса, 1 сантиметр қосып осы схемаға тоқсаңыз болады. Ал егер крупный емес, мысалы болады, жаңа туылған балдар 3-100, 3-500, 3-800, ол балдарға қосудың керегі жоқ. Яғни осы таблицамен тоқи бересіз. Мен 6 айға дейінгі балдарға қоспаймын, 6 айдан асқан балдарға 1 сантиметр қосам. Қараңыз, мына жерде 0,3 ай, обхват шеи, окружность шеи 23 сантиметр. 23. Мойын айналымы, обхват шеи деп жаза берейін мен, 23 сантиметр. Жаңа айтқандай 6 айға дейінгі балдарға қоспайым, 6 айдан асқан балдарға плюс 1 сантиметр қосам кеңдік үшін. Егер де крупный бала болса, онда қазір сіз сразу бірден қоссаңыз болады. 2 айлық балаға тоқсаңыз қосудың керегі жоқ. Себебі бұл 0-ден 3 айға дейінгі өлшем. Енді менде жаңа үлгімде 10 сантиметрде 18 петля, 18 ілмек болды. 18-ді оңға бөлесіз 1,8 ілмек бар. Яғни сізде мына жерде 1 сантиметр аралықта, мына 1 сантиметр аралықта 1,8 ілмек бар деген сөз. 2 ілмекке толық жетпейді, бірақ 1 ілмектен асады. Келесі, обхват шеи, мойын айналымы 23 сантиметр. Көбейтесіз 1,8 ілмекке петляға. Көбейткен кезде менде шығады 41,4 ілмек. Мен бұны жоқшалап, округлять етіп 42 ілмек деп аламын. 42 ілмек болу керек. Біз енді реглан,
қолтық және кеуде айналымдарын жасаймыз. Сол үшін өстіп сызып аласыздар. Мында бізде 4 реглан болады. Мен жаңа регланды сіздерге көрсеттім ғой комбинезонда. Сол регландар, мынау қолы, екі қолы, мынау алдыңғы бой, мынау артқы бой. Алдыңғы бойда бізде мына жақта еще планка болады. Түйме қадайтын орнымыз. Планканы екеу болады, бізде астыңғы және үсті. Біреуіне түйменің тесігін, екіншісіне түймені бекітетін боламыз. Ендеше бірден осы жерде мен регланға 2 ілмектен берем. 4 регланға 2-2-ден 8 ілмек кетеді. Бізде жалпы 42 ілмек бар еді. 42-ден 8-ді алып тастайсыз. 34 қалады. 34 петля, 34 ілмек қалды. Енді осы 34 ілмекті біз мына артына, екі қолына, алдына теңдей етіп бөлуіміз керек. Бірінші бөлік арты деп алайық. Екінші бөлігі екі қолы. Үшінші бөлік мына алды, кеудесі комбинезонның. 34 3-ке бөлсеңіз, бірдей бөлінбейді, қалдық болып бөлінеді. 12 және 10-нан беруге болады. Артына 12 ілмек, артқы бой, алдына 12 ілмек, алдына общий 12 ілмек береміз. Сонда 24, ар жағында 10 ілмегіміз қалды. 10 ілмекті 5-5-тен 2 қолына беремін. Так, 5-5. Так, түсінікті ма? 42 ілмек еді бізде жалпы. 42 ілмектің 8 ілмегін мына 4 регланға бердік. 34 ілмек қалды. 34 ілмекті біз 3 бойға бөлеміз. Артқа 2 қол және алды. Артта бізде 12 ілмек бердім мен, себебі 34 3-ке бірдей болып бөлінбейді, 11-де бір нәрсе болып бөлінеді. Бір ілмек артық болады. Сондықтан мен бірден артқы бойға 12 бердім, алдына 12 бердім, 24, ар жағында 10 ілмекті 5-5-тен 2 қолына бердім. Артқы бой бізде мысалы тақ сан болса бола береді, жұп болу қажет емес. 11, 9, 13, 17 деген сандар секілді болса болады. Ал мына 2 қол және алды ол жұп болу керек, себебі бір қолы 6, бір қолына 5 берсеңіз, бір қолы үлкен, бір қолы кішкентай болады. Сол себептен де мында 5 берсеңіз, мына жаққа да 5, 6 берсеңіз 6, 7 болса 7, екеуі бірдей болу керек. Так, түсінікті, е? Мына жақта бізде алдыңғы бойға общий 12 ілмек қалды. 12 ілмекті біз мына 2 планканың жанынан 2 кеудеге бірдей етіп бөлеміз. 6-6-дан болады. 6-6, бірдей болды. 5-5. Так, енді бізде ілмектеріміз полный 34 ілмек бөлініп бітті. Енді мына жерде планка бар. Планкаға жаңа айтқанымдай қанша бересіз, өзіңіз білесіз. Мысалы, мен 5 берем. 5 пен 7 ілмек мұнда жазып қояйын. 5 пен 7 ілмек планкаға берсеңіз болады. 7-ден көп болса үлкен болып кетеді. Максимум 7-ге дейін, минимум 5. Так, мен осы 5-ті беремін. 2 планка, астына 5, үстіңгі планка 5. 10 ілмек қосылады. 10 ілмек планка қосылады менде. И 2 ілмек кромочный қосылады. Кромочный тоққан кезде білесіз. Бірінші ілмекті просто өткізіп, ең соңғы ілмекті теріс тоқисыз, иә? Осы 2 кромочный ілмек ол қай кезде де қосылады, ол сіздің мына негізгі өлшеміңізге саналмайды, және мына планкада негізгі өлшеміңізге саналмайды. Енді барлық ілмектерді қосайық. Қай өлшемге тоқсаңыз да, мына планка мен кромочный менде әрдайым 12 ілмек қосылады. Бұл өзгермейтін схема. Егер сіз планканы 5-5-тен емес, мына жерге 6-6-тан берсеңіз, онда 12 деп қосасыз. Енді бүкіл ілмектердің санын шығарамыз. Бізде жалпы 34 ілмек бар. Білесіз, иә? Мына жерде бөлген. Одан кейін 12 ілмек планка мен кромочный қосылды. И мына реглан бар. 8 ілмек. Жазайық. Артқы ілмек 12 бізде. Одан кейін 2, 4, 6, 8 ілмек, кромочный 8 ілмек. Одан кейін 5, 5, 10 ілмек
қол. Одан кейін кеудесі 6-6, 12 ілмек. Одан кейін мына планкаға 5-5-тен 10 ілмек бердік. И кромочный 2 ілмек, 12 ілмек. Осының барлығын қоссаңыз, бізде 54 ілмек шығады. Сіздің қазіргі ілмегіңізге іліп алатын общий ілмек саныңыз 54 болып шығу керек. 0-ден 3 айға дейінгі балдарға сонда менің өлшемімде, менің үлгім бойынша 54 ілмек іліп аламын. Одан кейін ары қарай тоқу барысын түсіндіремін тоқу кезінде. Келесі бізде тағы бір рет айтып өтейін. Мен мұндай уже есептеп жазып қойғам. 3-тен 6 ай 68 сантиметр рост. Обхват шеи 3-6 ай аралығында 24 сантиметр болады. Мен 6 айға дейін кеңдік қоспаймын. Осы бар өлшемді ала берем. Менде 10 сантиметрде 18 ілмек үлгім бойынша білесіз. 1 сантиметрде 1,8 ілмек. 24 мына обхват шейді көбейтесіз 1,8 ілмекке. 43-те 2, мен оны 43-ті 44 деп алдым. Енді 44-тен мына 2-2-ден 4 регланды алып тастасаңыз 36 ілмек қалады. 36 ілмекті артына, 2 қолына және мына алдына бөлесіз 3-ке. 36-ны 3-ке бөлсеңіз, міне 36-ны 3 бөлікке бөлсеңіз, бірінші, екінші, үшінші бөлікке 12 ілмектен болады. 12 ілмек бұл жерде бәріне бірдей тең бөлініп тұр. Артына 12, қолына 6-6-дан 12, 2 алдына 6-6-дан 12. Және мына 5 ілмек жаңағы менің мынау кромочный планка. Планкаға 5-5-тен бердім. Түйме қадайтын жеріміз біздің. Одан кейін 2 ілмек кромочный. Міне барлығын қосқанда 56 ілмек шықты. 56 ілмек 3 және 6 айға іліп аламын. Мына 12 ілмек, мына 8 4 реглан, 12 мына қол, 2 қол, 12 мына 6, 10 ілмек мынау 5-5-тен 10 жаңаға планкамыз, 2 ілмек кромочный. Сонда 56 шықты. 3 және 6 айға. Келесі 6-9 айға. 6-9 айда мен айтқанымдай 1 ілмек кеңдік қосам. Обхват шеи 25, мойын айналымы 25 сантиметр. 1 ілмек 26 қосамын. 26 менде 1 сантиметрде 1,8 ілмек бар. 26-ны 1,8-ге көбейтсеңіз 46-та 8, мен шамалап 47 деп алам. Жаңағыдай тоже самый қайталанады. Мына жерде 2, 2, 4, 6 ілмек регланды алып тастаймыз. Мына общий 47-ден 8 регланды алып тастағанда 8 ілмек 39 ілмек қалады. 39-ды мына 3 бөлікке бөлесіз. 1, 2, 3. 39 3-ке бірдей болып бөлінбейді. Жоқ, бөлінеді. 13 ілмектен. Яғни артына 13 бердім мен. 2 қолына 6-6-дан 12 бердім. Алдына 7-7-ден 14 бердім. Неге? Мына алдыңғы бойына, мына жаққа 7, мына жаққа 7. Неге? Себебі 13 ілмек қыздар. Мында 6, мында 7 болып қалады. 2 қол бірдей болмай қалады. Артына бола береді. Алдында да тоже. Мында 6, мында 7. 2 жақ бірдей болмай қалады. Сол себептен де мына қолына мен 6-6-дан бердім да, алдына 7-7-ден бердім. Общий 14, 12, 13, 39 ілмек шығып тұр. Одан кейінгі мына 5 ілмек ол біздің планкамыз, түйме қадайтын жеріміз, 10 ілмек. Одан кейін 2 ілмек кромочный қосамыз. Сонда бізде барлығы 59 ілмек шықты. 59 ілмекті специяға санап іліп аласыз 6 және 9 айға. 74 рост. Енді қыздар, сізде жаңа айтқанымдай осы кезде қателесіп кетпеңіздер. Мына жерде 6, мына жерде 7 болып, бір қолы кішкентай, бір қолы үлкен, немесе бір алды үлкен, екінші алды кішкентай болып қалмасын. Мына жерде планканы сіз 6 берсеңіз болады, 7 берсеңіз болады. Максимум 7-ге дейін ғана беріңіз. Одан үлкен болса көп болып кетеді.
ал кромочный сол 2 ілмекпен қалады. Мен барлық комбинезонға планканы тек 5 ілмек қана қосам. 5 ілмекте вообще 10 ілмек қосам. Ендеше қыздар, тоқып бастайық. Мына жақта менде 9-12 айға тоже самый сол өлшеммен аласыз. 9-12 айда менің өлшемімде 62 ілмек іліп аламын. Осылай қыздар, мынаны суретке түсіріп алсаңыз болады. Әр адамның тоқу тығыздығы әртүрлі. Сондықтан өзіңіз ерінбей кішкене ғана осындай бір үлгі тоқыңыз да, сол үлгі бойынша өлшем алыңыз. Сонда сізде шақ болып шығады. Одан кейін ары қарай біз мойынды тоқимыз, жаңағы кеуде айналымын тоқимыз. Сол кездерде, мысалы, реглан неше сантиметр болу керек, мына планка неше сантиметр болу керек. Осының барлығын осы схемаға қарап мен өлшеп сызатын боламын. Егер бала крупный болса, 1 сантиметрден қосам. Крупный болмаса қоспаймын. Көп жағдайда мен 6 айға дейінгі балдарға қоспаймын. Мысалы, мұнда реглан 12 болса, мен үлкен балаға 1 сантиметр қосып, 13 деп үлкейтемін. Негізі комбинезон қыздар ары кетсе 1 жас, 2 ай сондай балдарға ғана тоқылады, 1 жасқа дейін. Аяғы жүріп жүрген балдарға комбинезон көбінде кигізбейді ата-аналар. Сол себептен де бұны көбінде жүрмеген 1 жасқа дейінгі балдарға тоқылады. Осы схемамен, таблицамен тоқсаңыз сізде шақ болып шығады. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазыңыз, менен сұраңыз, сізге есептеп шығаруға көмектесемін. Мен достар 0-ден 3 ай аралығындағы комбинезон тоқимын. 62 сантиметр бой өлшемі, 54 ілмек болды менде барлығы. Жаңа мен бірінші осыны түсіндірдім. Осы 54 ілмекті қазір специяға өткізіп аламыз. Номері 4-ші специя менде. Жібімізді осылай аламыз. Мынау жіптің үстінен алып, бас бармақтың астынан өткіземіз, және сұқ саусақтың үстінен әкеліп өткіземіз. 2 ілмек, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай 54 ілмек іліп аламыз. Содан кейін жолғатын боламыз. 54 ілмек іліп алдым. Енді специяның біреуін шығарып аласыз. Мына жерде ілмектерін дұрыс тұрғанын қадағалаймыз. Енді тек оң тоқимыз. 2 бетінен де оң тоқимыз. Сонда бізде оң теріс болып түседі. Пока что ешқандай өзгеріссіз 3 қатар тоқимыз. Бірінші ілмек просто өткізіп аламыз. Кромочный ілмек біздің міне жаңа айтқан қосқан 2 ең біріншісі, және мына жақтағы ең соңғы ілмек кромочный. Кромочный ілмекті просто өткізіп алдық. Ары қарай оң тоқимыз. Оң тоқу, арамызда жаңа тоққан қыздар болса, мынау ілмек бізде, мынау алды жақ, мынау арт жақ бізге қарап тұрған кезде. Осы алды жақтан специяды салып, ілмекті іліп, өзімізге қарай тартып шығарамыз. Бұл бізде оң ілмек. Осылай 3 қатар тоқимыз, тек оң. Қазір мен бірінші қатарды аяқтап көрсетейін. Егер тоқыманы жаңа бастаған болсаңыз, менде тоқыма сабақтары бар. Оң, теріс, ілу.
сол жақтан көрсеңіз де болады. Бірақ осы жерден де мен қарап тоқу түсінікті деп ойлаймын. Міне соңғы кромочный ілмекке келген кезде мына негізгі тоқитын жібімізді алдыға өткізіп, специяны ілмекке салып, теріс тоқып шығарамыз. Теріс. Бұл бізде кромочный. Ең соңғы тоқылатын ілмек әрдайым теріс тоқылады. Бірінші қатарды аяқтадық. Өзіңізге белгілеп жазып қойсаңыз болады. Шатасам десеңіз, енді екінші қатар. Бірінші ілмек просто өткізіп аламыз. Ары қарай жалғастырып, оң тоқи береміз. Осылай үш қатар тоқимыз. Екінші қатарды тоқып жатырмыз. Осы қатарды мына соңына дейін аяқтап, осыдан кейін тағы бір қатар тоқисыз. Содан кейін жолғатын боламыз. Мына соңғы кромочный ілмекті теріс тоқуды ұмытпаңыз. Мінекей үш қатар тоқыдық. Бұл біздің бұйымның алды болады. Мына жағы енді бізде арты болып есептелінеді. Негізгі узор, қараңыз, оң, теріс болып осылай кете береді. Тек мына алдыңғы жанда бізде каса болады. Сол каса ғана оң тоқылады, қалған жерлері осылай оң теріс болып шығу керек. Ендеше қазір оны тоқу барысында түсінесіздер. Бірінші ілмек бізде кромочный өткізіп аламыз. Енді осы 54 ілмек бар бізде қазір. Осыны осылай біз бөліп аламыз регландарға, қол, артқы және алдыңғы бой етіп. Алдыңғы бой бізде бірінші ілмек мына кромочныйды іліп алдық. Одан кейін 5 ілмек мына планка бар, соны тоқимыз. Осы жерден біз бірден түймеге орын қалдырамыз. Себебі уже мынау алдыңғы жақ түймеге тесік қалдыру керек. 1, 2 ілмек. Қазір 2 ілмек тоқығаннан кейін специяның үстіне осылай бір ілмекті өткіземіз да, келесі 2 ілмекті бірге тоқимыз. Ыңғайсыз болып тұр. Келесі 2 ілмекті бірге тоқимыз. Жаңағы өткізіп алған ілмек мына жерде түймеге тесік қалды. 5-ші кромочный 1, 2, 3, 4, 5. 5 мына касаны тоқыдық. Енді 6 ілмек мына жердегі алдыңғы бой бар. Соны тоқимыз. Мен бұл жерде маркер тастамаймын. Сіз тастасаңыз болады. Мына алдына шатасам десеңіз, тастап көрсетейін. Ары қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ілмек, алдыңғы бой. Одан кейін 2 ілмек реглан. Маркер қалдырамыз. 1, 2. 2 ілмек реглан. Одан кейін 5 ілмек қол. 1, 2, 3, 4, 5. Енді 2 ілмек реглан. 1, 2. Мына регланды тоқыдық. Енді 12 ілмек артқы бой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 ілмек реглан. 1, 2. 5 ілмек қол. Екінші қол. 1, 2, 3,
4, 5 маркер. Мына екінші ең соңғы реглан. 1, 2 маркер. Енді 6 ілмек мына алдыңғы кеуде. Екінші 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді 5 ілмек мынау планкамыз. Мында маркер қалдырайық. 1, 2, 3, 4, 5 және соңғы бір ілмек кромочный. Міне бізде ілмектеріміз тура шықты. 54 ілмекті осылай біз бөліп алдық. Енді келесі мен жаңағы 3 қатарды есептемей алып тастаймын да, жаңағы біздің бөліп алған қатарды бірінші қатар деп санаймын да. Енді менде екінші қатар басталады. Екінші қатар бірінші ілмек кромочный өткізіп аласыз. Ары қарай планка тек оң тоқыла береді. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ілмек планка тоқылды. Маркерді саламыз. Бізде мына жерде бір маркер түсіп қалыпты. Дұрыс. 5 планка, одан кейін мынау алдыңғы 6 ілмек. Бұл жерде бізде каса болады. 15 ілмек болу керек. 15 ілмек жоқ, бізде қазір тек 6 ғана. Мына жақтан жіптер қосылады. Содан есептейміз. Оған дейін оң тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және де қыздар, келесі ілмекті тоқыған кезде, келесі қатарды осы жерде теріс тоқимыз. Себебі мына жақ тек бізде оң болып шығу керек. Қазір оны түсіндіремін. 6 ілмек. Мына жерден жіп қосамыз регланнан. Мына просто былай тұрған кезде жіпті іліп алып, спицияға өткізесті. Осыны былай алдынан өткіземіз. Бір жіп қосылды. Маркерді мына жаққа өткіземіз. 2 ілмек реглан. Маркерді өткіземіз. Одан кейін қол. Мына жақтан регланның екі жанынан да жіп қосылады. Мына жағынан қостық. Енді екінші жанынан тоже бір ілмекті алып, көтеріп, мына арт жағынан өткіземін. Бір ілмек қостық. Ары қарай қолы регланға келген кезде міне сразу жіп қосамыз. Алдынан алдым. Маркер өткіземіз. 2 ілмек реглан. Маркер өткіземіз. Жіп қосылады. Енді артқы бой. Мына жерде жіп қосамыз. Алдынан. Үшінші регланға келдік біз. Жалпы бізде 4 реглан бар, 2 ілмек реглан. Маркерді өткіздік. Жіп қосылды. Қолын тоқыдық. Маркерге келдік. Жіп қосамыз. Соңғы реглан бұл бізде 4-ші. 2 ілмек реглан. Маркер. Артынан. Мына жақта алдыңғы бой жіп қосылмайды. Мына жаңағы түймеге тастаған жеріміз
мінекей түйменің тесігі. Енді бізде үшінші қатар. Бір қатар қосамыз жаңағы, екінші қатар қоспаймыз. Солай бір қатар қосылады, екінші қатар қосылмайды, одан кейін қосылады, сөйтіп қайталанып отырады. Біз жаңа жіп қостық, мына 4 регланға, мына 2, 4 регланға қостық. Енді жіп қоспай тоқимыз. Просто қалай бар, солай тоқисыздар. Оң тоқимыз. Мына алдындағы планка. Планкадан кейін, қыздар, мына алдыңғы бой. Осы алдыңғы бойды теріс тоқимыз. Бұл ішкі беті біздің бұйымның. Теріс тоқимыз. Себебі бізде оң бетінен бұл жақ оң болып көріну керек. Мына жағынан қараған кезде бізде мынандай оң болып шығу керек. Сондықтан мынау алды ғой біздің, алды жағына келген кезде оң тоқи береміз да, мына теріс жағынан келген кезде теріс тоқимыз. Осы теріс тоққан кезде біз жіп қоспаймыз. Әрбір бір қатар сайын қана жіп қосылады. Қазір тек қалай бар солай тоқимыз. Өзіміз осы қатарды аяқтаймыз, қыздар. Кешірім өтінемін, қыздар, міне. Мен әңгімеге беріліп отырып. Тек мына алдыңғы бойды ғана оң тоқимыз. Теріс тоқимыз. Ал қалған жағын осылай оң теріс болып кете береді. Яғни оң тоқимыз. Жіп қоспаймыз бұл қатарда. Үшінші қатар қазір менде. Қатарды санасаңыздар болады, жазып отырып, немесе санап отырып. Мен жалпы қатар санамайым, сантиметрмен өлшеу арқылы біліп отырам, неше биіктік деген сияқты. Мінекей, мына жағынан қарағанда, міне планка, алдыңғы бойын мына ішінен теріс тоққанда оң шықты. Одан кейін мына жақтар қарай тоқи бересіздер, оң. Мына екінші бетіндегі алдыңғы бойға келген кезде мына ілмектерді теріс тоқимыз. Ары қарай кромочный оң планка кете береді. Қатарды аяқтадым. Мына алдыңғы бой, міне көрдіңіз бе, теріс тоқыдым да, ары қарай оң тоқыдым. Сонда мына жақтан бұл жағы бізде оң болып шығып тұр. Енді келесі қатар жіп қосылатын қатар. Осы қатарды бастапқысын бір көрсетейін, ары қарай өздеріңіз тоқисыздар. Кромочный іліп алдық. 1, 2, 3, 4, 5 планка, алдыңғы бой. Оң бетінде жіп қосылады. Жаңа жіп қоспадық. Мына жақта міне бәрін полный оң тоқи береміз. Оң. Міне регланға келдік. Жіп қосамыз. Тура жаңағыдай. Маркерді өткіземіз. Екі ілмек реглан. Маркерді өткіземіз. Жіп қосамыз. Артынан. Ары қарай сол жалғастырып тоқи береміз. Бұл бізде қолы. Маркерге келеміз мына жерде. Маркердің екі жағынан жіп қосылады. Артқы бой тоқылады. Маркердің екі жағынан жіп қосылады. Қолымызды тоқимыз. Тағы да мына жерде 4-ші реглан. Жіп қосылады. Екі жағынан алдыңғы бой. Одан кейін планка болды. Сонда мына 4 реглан 1, 2, 3, 4. Осы 4-еуінен жіп қосылып отырады. Екі жанынан 2, 4, 6, 8 жіп қосылып отырады екен. Сонда мына алдын келесі осы қатарды аяқта келесі теріс қатарында жіп қоспайсыздар, білесіз.
тоқыла береді планка. Одан кейін алдыңғы бойын теріс тоқисыз. 2 реглан ары қарай оң тоқып кете бересіз. Мына жақ бізде сонда алды қазір. Мына жақ міне оң теріс, міне алды бізде мынандай оң болып өзінше өстіп шығады. Осы ілмектер бізде 12 ілмек болғанша тоқимыз. Қазір менде ілмек саны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ілмек. Енді осы 12 болғанша жіп қосылып тоқыла береді. Бір қатар қосасыз, екінші қатар қоспайсыз. 12 ілмек болған кезде жолғатын боламыз. Мінеки достар, мен алдындағы 12 10 ілмек шықты менде. Мынау біздің планкамыз. 5 ілмек, одан кейінгі қазір менде алды 12 ілмек болды. Мына жақтан жіп қосылып, осылай көбейеді. 2 ілмек реглан, қол, артқы бой, екінші қол және алды. Енді біз каса жасайтын боламыз мына жерде. Каса бізде 5 ілмектен 15 ілмек болу керек. Қазір бізде 12 ілмек. Ары қарай қалай жасау керек екендігін көрсетемін. Алдымен бірінші ілмек өткізіп аламыз. Планкамыз тоқимыз. 3, 4, 5, 6. Енді касаны қосымша специя аламыз да, соған мына бастапқы 5 ілмекті өткізіп аламыз. 3, 4, 5 оң ілмек. Біз бұны алдыға жібереміз. Енді 5 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына 5 ілмекті қосымша специядағы. Енді осыны тоқимыз. 1, 2, 3, 4, соңғы 5. 5 ілмек тоқылды. Мына жақта бізде 12-де оң ілмек, 2 ілмегіміз қалып тұр. Осы екеуін тоқи береміз міне. Және де бізде қазір оң алдыңғы беті жіп қосылатын қатар. Сондықтан бір ілмегімізді қосамыз. Ары қарай тоқи береміз. 2 реглан. Маркерді салдық. Жіп қостық. Ары қарай қолын кете береді. Бізде каса қазір міне. Мына бесеуі бастапқы 5 ілмек, міне оңға кетті. Келесі де мына жақ. Осылай бір-бірінің үстіне X болып кете береді касалар. Енді қазір осылай айландыра тоқисызда, мына екінші жанына алдыңғы бойдың касасына келген кезде мен көрсетемін. Енді мінекей екінші алдыңғы бойға келдік. Реглан тоққаннан кейін білесіздер, мына жерде жіп қосамыз. Жібімді қостым. Менде осы қосылған жіптен бөлек мына жақта 12 ілмек бар, иә. Осы екеуін тоқып аламын. Енді 10 ілмек қалды. 10 ілмектен біз касамызды жасаймыз. Мына 5 ілмекті специяға өткіземін. 4, 5. Осы бесеуісін артқа жібереміз енді. Біз жаңаны бетінде алдына жіберген едік. Мына 5 ілмекті тоқимыз қалған. Бір-екі каса жасағаннан кейін ары қарай көрініп тұрады. Қалай жасау керек екен? Шатаспайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Қосымша специядағында тоқып алдық. Ары қарай 5 планка.
кромочный. Міне бізде осындай алғашқы касамыз шықты. Мына жақта міне мына алдынан былай кетіп тұр. Мына жақ тоже екеуі бір-біріне ұқсайды, көрдіңіз бе, алдынан. Қазір сіз мына жақ былай кетіп, а мына жерде мына бастапқы бесілмек артқа болса, онда сізде қате шығады. Екеуі міне бірдей. Мынау былай, мынау былай. Осылай X болып кете береді. Қазір ешқандай өзгеріссіз 5 қатар тоқимыз. 5 қатардан кейін 6-шы қатарда тағы да каса жасаймыз. Мен сол кезде тағы бір рет көрсетемін. Оған дейін мына регланың жанынан, как обычно, жіптер қосылып кете береді. Осы екі жағынан әр регланнан жіп қосуды ұмытпаңыздар. Сонда сізде мына жақта қазір бізде 10 ilmekке 15 ilmek болып көбейеді да, 3-ші касамызды да жасап кете береміз. Қатар санынан шатасам десеңіздер, мына каса жасаған жерге мен өзім солай жасаймын. Каса жасалған, қазір ғана бізде каса жасалды. Осы жерге, мысалы, мына бірінші ilmekке өткізіп, бүйтіп маркер қалдырып кетсеңіз болады. Тура мына ilmектің үстінен өткіздім. Осы қалады, ары қарай тоқып кете беремін 5 қатар. И 6-шы қатар каса жасаймын. Мынау менде санап отыру үшін, чтобы 5 қатар тоқылды ма, соны. Ал жазып отырам десеңіздер де болады, бірақ мынау ыңғайлы менің ойымша. Так, ендеше ары қарай 5 қатар тоқиық. Қазір теріс қатар тоқимыз. Жібіміз мына жақта біздің міне. Мына теріс бетінен тоққан кезде реглан қоспаймыз, білесіздер. Мына алдыңғы бетін ғана оң тоқимыз да, теріс тоқимыз да, қалған мына жақтар оң тоқыла береді. Өстіп 5 қатар тоқып алыңыздар. Мінекей, мен 5 қатар тоқыдым. Жаңағы касадан кейін алды. Осылай болды. Екінші каса. Бұлай алдынан қараған кезде, көрдіңіз ба, мына жақта каса бұлай кетіп тұр. Мына жақтан бұлайынан кетіп тұр. Екеуі бір-біріне үйлесіп сәйкес тұр. Жаңағы біздің менің тастап кеткен маркерім мына жақта міне. Мен мына қатарда каса жасаған, одан кейін 5 қатар тоқылу керек. Санаймыз. 1, жақыннан көрсетейін. 1, 2, 3, 4, 5. 5 қатар тоқылған. Көрдіңіз ба? Енді 6-шы қатарда тура осындай еш өзгеріс жоқ, тек каса жасаймыз. Бізде мына жерде как раз 15 ilmek, біздің касамызға осы 15 ilmek керек еді. Енді бізде тоқып бастайық. Планка. Мына жерде түймеге орын қалдырамыз. Қазір бұны айтып өтермен. Екінші түймеге тесік қалдыру керекпіз. Ары қарай, міне каса, мына жаңа бізде мына жақтан оңнан солға қарай кетті. Енді бізде солдан оңға қарай кету керек мына жақтан. Сондықтан мына бастапқы 5 ilmekке тиіспейміз. Ол тоқылады. 1, 2, 3, 4, 5. Енді келесі 5 ilmekті қосымша специяға өткізіп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Осы 5-еуін енді артқа жібереміз. Өзі былай қарасаңыздар, мынау алдыға келсе, міне каса жасалынбайды. Артына кеткен кезде міне 2 каса бір-бірімен айқасып каса жасалынады. Енді мына қалған мына жақтағы 5 ilmekті тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Уже регланға келдік. Мына 5 ilmekті тоқып аламыз. Қосымша специядағы 1, 2, 3, 4 және 5. Бізде мынандай каса
каса жасалынды. Мына жақтан міне өсіп көбейіп жатқандықтан бастапқыда осылай болады, кейін ары қарай үшеуі де бірдей болып кете береді. Міне регланға келдік, жіп қосылады сол. Енді қыздар, бізде касаға негізгі керек жіпті алдық, 15 ілмекті бізде дайын. Сондықтан келесі мынау қосылатын ілмектерді оң етіп тоқи береміз. Оң болғанда мына каса секілді, тек қана осындай оң емес, мына жақ секілді болу керек. Мына 15 ілмектен кейінгі қосылып жатқан ілмектер. Мына 15 ілмек каса болды, одан кейінгі мына қосылған ілмек, тағы да ары қарай біз тоққан сайын қосыла береді. Осы ілмектер мына қолы арты секілді осылай оң теріс болып түсу керек. Тек мына 15 ілмек қана оң болып түседі. Түсінікті деп ойлаймын. Енді ары қарай қолды тоқимыз. Мына жерде бізде қазір жіп қосылады. Осылай келесі касаға дейін тоқимыз. Келесі касаны жасауды көрсетемін. Қатарды мына жаққа дейін аяқтаймыз. Міне келесі касаға келдік. Реглан, 2 реглан тоқыдым. Одан кейін мына жағында жіп қосылады. Мына екінші жағынан жіп қосып қойдым. Жіп қосылды. Бұл жіп бізде саналмайды. Ары қарай 15 ілмек қалды. Осы 15 ілмектен каса. Бірінші мына 5 ілмекті өткізіп аламыз. 3, 4, 5. Енді мына бесеуін тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына қосымша специядағы касаны тоқимыз. 5 ілмек. Мына жақтан қалған 5 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5. Енді ары қарай планка бізде. Теріс. Енді екеуін былай қоямыз. Әр тоқыған сайын міне қарап отырсаңыз болады. Мына соңғы 5 ілмек міне алдына кеткен. Мынау бірінші жасаған касамыз ортада. Екеуі бірдей. Енді бізде мына жерде түймеге тесік қалдыру керек. Түймеге мен әрбір мындай теріс қатардан 10 болған кезде қалдырам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Қазір 10. Келесі қатарда, значит, мен түймеге тесік қалдыруым керек. Қазір менде 9 болып тұр. 10 болған кезде. Каса қыздар түсінікті, Осы 15 ілмек қана оң тоқыла береді. Қалған қосылған ілмектер мына қол секілді оң теріс болып кете береді. Бізде реглан пока что менде неше? 0-ден регланды қыздар мына жерде өзіміздің схемамызға қараймыз, таблицамызға. Менде 0,3 ай, реглан менде 12 сантиметр болу керек. Значит, мына жер менде басынан бастап аяғына дейін, тура басынан бастаңыздар, 12 сантиметр болғанша жіп қосылып жаңағы регланды жасай береміз. Қазір мына теріс бетімен бір рет тоқып көрсетейін. Планка. Мына каса, комбинезонымыздың міне ішкі жағын тоққан кезде каса теріс болады. Арғы бетінен қарағанда ол бізге оң болып көрінеді. Тек біз осылай 15 ілмекті ғана тоқимыз.
15 ilmekті енді келесі ілмек, міне 15 ілмек тоқыдық. Келесі ары қарай оң тоқыла береді. Екі бетінен де біздің мына қолымыз сияқты, артқы бой сияқты оң тоқыла береді. Бұл ішкі жанында қазір уже біз жіп қоспаймыз. Мұның алдыңғы қатарда жіп қосылды, бұл қатарда жіп қосылмайды. Міне алдынан қарағанда сол оң болып шықты. Осылай қыздар тоқи бересіздер. Мына жерде 10 теріс ілмектен кейін, мындай үлкен қатарда кейін түймеге тесік қалдыруды ұмытпаңыз. Бір кромочный 2 ілмек тоқисыз, одан кейін түймеге тесік қалдырасыз. Егер ұмытып қалған болсаңыз, видеоны артқа өткізіп көрсеңіз болады түймеге тесік қалдыруды. Ал регланға келсек, 12 сантиметр болғанша жіп қосып көбейте беріңіздер. Біз қазір осының алдындағы қатарда мен каса жасадым, иә. Сол жерге маркер қалдырып кетіңіз, жаңағыдай ұмытып кетемін каса жасаған жерді десеңіз, одан кейін қазір 5 қатар тоқимыз да, мына бірінші каса секілді каса жасаймыз. Одан кейін тағы 5 қатар тоқимыз да, 6-шы қатарда тағы да бір рет каса жасаймыз. Өстіп каса қайталана береді. Бірінші, екінші касаның видеосы. Мінекей достар, мен өзіме керек биіктігі регланның тоқып болдым. Менде регланның биіктігі 3 айға дейінгі балдарға 12 сантиметр тоқылды. Енді мен ары қарай мына екі қолын және артын бөліп жасайтын боламын. Ол үшін қараңыздар. Қазір тоқылу барысында түсіндіремін. Мына жерде 2 реглан бар, мына жерде 2 реглан бар. Осы 2 регланның біреуі мына қолға, мына жақтан тоже біреуі қолға өтеді, ал екінші реглан алдыңғы бойға кетеді. Қазір біз осыны есептеп тоқитын боламыз. Ендеше тоқып бастайық. Тоқыған кезде осы алдыңғы бетін тоқып жатқан жерден бастайсыздар. Мына артқа жағын тоқып кезде қолды бөлек алуға болмайды. Сондықтан қолды бөлек, регланды бөлетін кезде осы бұйымыңыздың алдыңғы бетін тоқып бастаған қатардан бастайсыздар. Түсіндіре алдым ба? Так, бірінші ілмек алынады. Ары қарай қалай бар, солай тоқимыз. Мына жерде менде каса өз ретімен жасалып жатыр. Әрбір 5 қатар тоқығаннан кейін 6-шы қатар каса. 5 қатар тоқимыз, 6-шы қатар каса. Міне мен артына осылай маркер қалдырып кетем. 3-ші қатар. 3 қатар тоқыған мынадан кейін, міне 1, 2, 3. Қазір міне 4-ші қатарды бастадым. Келесі бір теріс қатар тоққаннан кейін каса жасаймын деген сөз. Мұны алдына іліп қойсаңыздар да болады маркерді. Так, енді ары қарай мынау бізде алдыңғы бой тоқи береміз. Міне маркерге келдік, регланға келдік. Енді жіп қоспаймыз, тоқтатамыз. Себебі бізге биіктік керек, биіктік регланды тоқып бітірдік. Маркерді аламыз. 2 реглан, біреуін міне алдына жібереміз, екіншісін мына екінші қолға жібереміз. Бұл қолды біз қазір тоқымаймыз. Мынандай инеге жіп өткізіп алып, басқа түстегі жіпті осы қолды бөлек іліп аламыз. Міне екінші регланды қолға қостым. Біреуін алдыңғы бойға қостым. Ой, так, мына жерде менде жіп шығып кетті. Оны ақырын бай ала
саламыз. Екінші регланға келдік. Міне біреуін қолға жібереміз, екіншісі артқы бойға қосылады. Инені алып тастасақ болады. Міне біздің қол. Енді қолды бөлек байлап қоямыз. Міне қолымызды бөлек байлап қойдық. Бірінші қолды осылай бірінші қол шығады. Енді міне артқы бой бізде. Артқы бойды тоқимыз. Мына жіп бізде осы жерде. Мына тоқып жатқан жіппен жалғастыра береміз. Бізде мына жерде қолтықтың асты міне көрініп тұр, жеңнің асты, сондықтан бұл жерге біз 2 ілмек, 3 ілмек қосамын мен. 1, 2, 3, 4 ілмекке дейін қоссаңыздар болады. Кез келген өлшемде 2-ден бастап 4 ілмекке дейін қоссаңыз болады. Мен 3 ілмек қостым. Ары қарай міне реглан, бір реглан артқы бойға өткен реглан тоқылады ары қарай. Маркерді алып тастаймыз. Осылай қыздар, мына артқы бойды тоқимыз. Келесі жеңге дейін, келесі қолға дейін, келесі қолымыз міне біздің 2 реглан, соның міне біреуі артқы бойға кетеді, екіншісі алдыңғы бойға кетеді. Осылай. Қазір мен мына бірінші мына артқы бойды осылай тоқып әкеліп, мына регланға дейін тоқимын, сосын жолғамыз. Мінеки регланға келдім. Маркерді аламын. Бірінші реглан өтеді мына жаққа артқы бойға. Енді тағы да жіпке өткізіп аламыз. Екінші реглан қолға өтеді. Екінші қолды жіпке өткізіп жатырмыз қазір. Екінші қолдағы реглан, алды жақтағы реглан, соның біреуін қолға жіберемізді, екіншісі мына алдына қалады. Жібімізді тартып шығарып алайық. Қолды байлап қоямыз. Мына қолтыққа біз 3 ілмектен қостық. Осы 3 ілмекті қосамын. 1, 2, 3. Енді ары қарай тоқи береміз. Маркерді алып тастаймын. Касаны жасауды ұмытпаңыздар. Бұл соңғы балағына дейін жасалынады. Балаққа, резинаға дейін. Сондықтан әрбір 5 қатар тоқисыз, 6-шы қатар каса, соны ұмытпаңыздар. Соңғы ілмек теріс. Мінекей біздің бұйымымыз дайын. Кішкене бұйымға ұқсап қалды. Жерде мен қолымға
қойдым, ештеңе етпейді. Мынау міне алдындағы біздің касса. Мынау екінші алды, осылай. Енді біз қаншалық биіктікте тоқимыз әрі қарай. Осы полный кеудесін, аяғын бәрін тоқып болғаннан кейін барып мына қолын тоқимыз. Оған дейін қолы осылай жіпте тұра береді. Мына жерде түйме, қыздар, түймеге тесік қалдыруды ұмытпаңыздар. Менде міне бірінші түймеге, одан кейін екінші түймеге қалдырдым. Сіздерде осылай қалдырып отырыңыздар. Мына әрбір теріс қатар мына үлкен жолақты санайым мен 10 жолақ болған кезде бір тесік қалдырып отырамын. Осылай. Және де міне артына маркер сап қойдым. Қазір менде 1, 2, 3, 4. Енді қазір теріс 5-ші қатар тоқимын. Одан кейін 6-ші қатар каса жасаймын. Каса видеоны артқа өткізіп, бірінші, екінші касаны көріп, сол екеуін кезекпе-кезек қайталап жасай бересіздер. Одан кейін тағы не айтуға болады. Мына жерде жаңағы мен берген схемаға, таблицаға қарайсыздар. Мына басынан бастап тоқылған басынан бастап комбинезонның екі аяғын шығаратын жерге дейінгі биіктік менің жасымдағы балдарға 29 сантиметр. 29-30, 0-3 ай арасында. 9-12 айларға 41 сантиметр деген сияқты. Со таблицаға қарап, қанша сантиметр болады, соны тоқитын боласыздар. Одан кейін балағында жолығамыз. Пока что енді еш нәрсе өзгермейді, тек осыны айландыра тоқи бересіздер. Кезек-кезек. Мына оң каса тек оң болатын ұмытпаңыздар. Бұл жерде енді осы каса мен түйменің тесігін есептеп отырасыздар. Қалғанның бәрі өзгеріссіз тоқыла береді. Қыздар, мінекей комбинезонымызды мына басынан бастап аяғына дейін өзімізге керек мөлшерде тоқып алдым. Менде 0-ден бастап 3 айға дейінгі балдарға, осы 41 сантиметр болды менде осы ұзындық. Енді комбинезонның аяғын шығарып бастайтын боламыз. Ол үшін бізге қосымша спицы қажет. Осы спицыға біз мына 6 ілмек планканы өткізіп алатын боламыз. Енді екеуін бір-біріне беттестіреміз. Мына біздің түймеге тесік тастаған беті үстіне қарап тұрады. Осы бетін үстіне, ал мына келесі планканы астына қоямызды. Біріктіріп, арғарай мына комбинезонды тоқып жатқан спицымен тоқи береміз. Оң тоқимыз. Мына бірінші ілмек міне оң алдық. Келесі ілмек қосып, екеуін бірге оң, екі ілмектен де бірге өткіземіз. Босатамыз бірге. Мында бір ілмек шығып кетті. Енді келесі ілмекке салдық. Одан кейін мынаған міне екеуіне бірдей саламыз да өткізіп алып босатамыз. Осылай біздің планкамыз бекітіледі. Міне 6 ілмекті міне бірге тоқып алдық. 3-6. Енді қосымша специяның қажеті жоқ, ары қарай тоқи береміз. Мен мұны әрбір каса жасаған сайын, менде осының алдындағы қатарда міне каса жасалынған, ұмытып кетпес үшін артына осылай маркер тастап қоямын. Так, ары қарай оң тоқи береміз. Касаның бірінші қатары мінекей. Енді қыздар,
біз тек айландыра тоқимыз. Касаны тоқыдық. Міне мына жер бізде осылай бірге бекітілді. Енді айландыра оң тоқи береміз. Бұл бізде бірінші қатар, біз тура осылай 3 қатар тоқимыз. Қазір 1, осыдан кейін тағы 2 қатар тоқитын боласыздар. Так, оң. Одан кейін қазір біз оң тоқып жатамыз. Келесі қатарда мына каса барлар жерде, каса бар жер бізде әрдайым оң тоқыла береді. Ал келесі мына жерде біз келесі қатарды теріс тоқимыз. Себебі оң теріс болып осылай шығу керек. Мен қазір оны да сіздерге көрсетемін. Мінекей бізде екінші қатар басталынды. Мына жаңа біздің қосқан жеріміз. 2 планканы қостық. Енді екінші қатарда біз теріс тоқып бастаймыз. Себебі бізде осылай оң теріс түсу керек. Мына жерде анық көрініп тұр. Мында бізде оң қатар тоқылған. Енді келесі қатарымыз бізде теріс басталады. Теріс. Осы қатарды соңына дейін теріс тоқимыз. Тек мында касаға келген кезде оң тоқимыз. Себебі бұл бізде оң осылай шығу керек. Екінші қатар бұл бізде. Енді ары қарай өздеріңіз жалғастыра бересіздер. Мына 15 ілмек касаны аяқтағасын, ары қарай мына жақты теріс тоқисыздар. Өйткені мында жаңа біз оң тоқыдық. Осылай қыздар, қазір екінші қатар. Одан кейін үшінші қатарды аяқтаймыз. Өзіміз үшінші қатарда оң тоқимыз. Теріс, келесі үшінші қатар оң. Одан кейін төртінші қатарда жолығамыз және 2 аяғын бөліп шығаратын боламыз. Оған дейін өздеріңіз аяқтаңыздар. Мен мінекей 4 қатар тоқыдым. Менде санаған кезде барлығы осы айнала 100 ілмек болды. Енді 100 ілмекті мында 50 етіп бірдей бөліп аламыз да. Мысалы мен қазір мына ортасында мына планка тура 6 ілмек. Мында 3-еуін, мына жаққа 3-еуін жіберсем бірдей болады. Осы орта бізде менде центр. Осыдан былай қарай 50, былай қарай 50 ілмекті бірдей етіп бөліп алдым. Одан кейін тура ортасына міне 2 ілмекті алдым. Мына жақтан тоже 2 ілмекті алдым. Сонда менде мына жақта 50-ден 2 ілмекті алсаң, біреу былай кетеді. 49. Мына жақтан 50-ден 2, 4, 46 ілмектен қалып отыр. Мында 46, мында 46. И мына жақта 2 ілмек, мына жақта 2 ілмек, барлығы 100. Ең бастысы сізде 2 аяғы бірдей болу керек. Ендеше ары қарай біз мына ауын тоқитын боламыз. Мен солай айта берейін қазақша. Мына 2 балақтың ортасындағы ауын үлкейтіп, кейін осы екеуін былай біріктірген кезде мына 2 жанынан бізде 2 аяғы шығады. Ары қарай тоқу барысында түсінесіздер. Қазір менде жаңа оң тоқылған, енді теріс тоқылу керек. Теріс тоқи береміз. Егер сіз мен бұл жерді оң бастайым десеңіз, келесі қатардан бастасаңыз да болады. Теріс. Одан кейін 2 теріс. Маркерді өткіземіз. Енді осы жерде жіп қосамыз біз. Жіпті мына жерден алып қоссаңыз болады, немесе былайнан қоса берсеңіз де болады. Так, маған осылай ыңғайлы, осылай алып қосам. 1 ілмек қостым. Ары қарай теріс. Енді келесі ілмекті қосамын. Сонда 2 ілмектің жанынан, 2 маркердің жанынан жіп қосып отырмыз, я? Ары қарай теріс тоқыла береді. Так, мында касамыз оң тоқылады.
15 ілмек касадан кейін мына жақ теріс кете береді. Сонда біз қазір 2 ілмек қостық, мында 4 ілмек болды. Осылай бізде ортада қыздар 10 ілмек болғанша жіп қосамыз. Қазір осы қатар жіп қосамыз, келесі қатарда жіп қоспаймыз, одан кейін жіп қосамыз, өстіп әрбір қатардан кейін, бір қатардан кейін жіп қосылып отырады. Ең бастысы мына жерде оң теріс тоқып отыруды ұмытпаңыздар. Артын мен қазір тоқталмаймын, себебі арты тура осы сияқты. Осылай тоқып келесізді. Міне артына келген кезде мына жерден тура жаңағыдай маркердің алдынан бір жіп қосасыз. Маркерді өткізгеннен кейін мына жерден бір жіп қосасыз. Мына 2 ілмекті тоқимыз, жіп қосамыз. Осында 4 ілмек болу керек. Ары қарай тоқи бересіз. Әрбір бір қатардан кейін қосылады, через ряд қосылып отырады. Қазір қостыңыз, демек келесі қатар қоспаймыз. Ендеше қыздар, ары қарай мына 2 маркердің арасында 10 ілмек болғаннан кейін жолғамыз. Мінекей достар, комбинезонның мен ауын тоқып бітірдім. Яғни менде мына жақта 10 және мына жақта 10 жіп болды. Енді келесі қатарды бастаймыз. Енді 2 балағын тоқитын боламыз. Мынау қатардың басталған жері білесіздер. 2 ілмекті тоқып алдым. Одан кейін мына ортадағы 10 ілмекті иненің көмегімен жіпке немесе осындай жүреуішке өткізіп алсаңыз болады. Біз бұны ең соңында тоқитын боламыз. 2 балақты тоқып болғаннан кейін, 2 аяғын тоққаннан кейін ең соңында тоқимыз. Қазірге осылай өткізіп қалдырамыз. Ары қарай мына 2 ілмек мына жаққа өтеді. Тура алдындағы 10 ілмек. Енді қыздар, мына екінші жақты да солай өткіземіз. Ал оған дейін біз мына екінші аяқты тоқып бастайтын боламыз. Мына жіпті осы жақта қалдырып жаңа жіппен бастасаңыз болады, немесе кесіп алып тастасаңыз да болады. Мына жерде мына жіпті кеспей қыздар, осы оң балағымызды бірінші бастап тоқи берсек болады. Оған дейін мына балақты біз жіпке мен өткізіп алдым. Және де мынау ауын орта жағын міне бөлек өткізіп қойдым. Бұны ең соңында біріктіреміз. Ал оған дейін мына бір балағымызды тоқып бастай береміз. Мына жерде каса жасап отыру керектігін ұмытпаңыздар. Менде мында каса жасалынған, екеуінде де бірдей. Мына маркер мен әрбір касада қалдырып отырам, білесіз. Каса жасалынған. Демек, қазір мен 5 қатар тоқимын. 5 қатардан кейін каса бастаймын. Қайтадан каса жасаймын. Солай қайталанады. Ендеше балағымыздың бірінші қатары бізде қазір мында оң тоқылған, енді теріс тоқып бастаймыз. Осылай айландырып тоқи береміз, еш қиындығы жоқ. Онан кейін теріс түсті. Келесі қатар міне осылай айландырасыз. Бірінші қатарыңыз бітеді, касаны тоқисыз, екінші қатарыңыз бітеді. Осылай тоқи береміз айландыра. Және де қыздар, әрбір 5 сантиметр болған кезде қысқартамыз. Қысқартуды біз касаның мына жанынан қысқартамыз. Себебі мына жақтан қысқартсақ, касаға қысқартылып кетуі мүмкін. Сондықтан тек мына жақтан ғана 2 ілмекті бірге алып қысқартамыз. Мен оны көрсетемін. Ал оған дейін өздеріңіз осылай айландыра
5 сантиметр болғанша тоқыңыз сіздің қатар саныңызға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Шамамен бір 10 қатар болған кезде 5 сантиметр болады. Қазір біз осы бірінші қатарды оң тоқыдық, одан кейін келесі қатар мынаның үстіне теріс болып түседі. Білесіз, сонда оң теріс. Қасағана тек оң тоқылады. Ендеше 5 сантиметрден кейін жоламыз. Мінекей, мен уже мына балақты тоқып көтердім. Менде биіктігі мына жерден 5 сантиметр болды. 5 сантиметр менде 12 қатар болды. Сізде басқалай болуы мүмкін, ең бастысы өлшеп көріңіз. Міне 5 сантиметр. Енді мен қысқартамын. Мына жақтан қысқартамын. Ол үшін келесі қатар басталады. Менде қазір теріс тоқылу керек. Теріс тоқып бастаймын. Арасында каса жасап отыруды ұмытпаңыздар. Келдік. Тек осы беттен қысқартамыз. Қысқартқан жеріңізге басқа түстегі жіпті байлап, немесе маркер қалдырып белгілеп кетсеңіз болады. Келесі екінші аяғын тоққан кезде шатаспас үшін, немесе өлшеп одада қалдырсаңыз болады. Так, енді бізде мына жерде мына екеуін қысқарту керек. Бізде қазір теріс тоқып тұрмыз ба, тура солай осы екеуін бірге теріс алып қысқарта бересіз. Ары қарай менде қазір менде каса жасалынады. Касамды бір рет көрсетіп жіберейін. Так, мынау қысқа келесі айналатын бет, онда 5-еуін тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына 5 ілмек тоқылды, мынау артқа кетеді. Бұны өткізіп аламыз. 2, 3, 4, 5. Мына жақ алдына, сонда каса былай шығады. 2, 3, 4, 5. Ал мына қосымша специдағыны өткіземіз. Касаны басында көрсеткенмін, қыздар. Соңғы мына екі ілмек теріс. Міне бір қатарды бірге тоқып аяқтадық. Касамыз осылай жасалды. Мына жақтан қысқарттық. Енді осыны ары қарай қыздар өздеріңіз жалғастыра бересіздер. 15 сантиметр болғанша, 15 сантиметрден кейін резина тоқимыз. Резинаға тоқталатын боламын. Әрбір 5 сантиметрден кейін қысқартып отырсаңыздар болады. Тек осы беттен ғана қысқартамыз. Екі балағында да бірдей, екінші балаққа мен тоқталмаймын. Мінекей достар, біздің комбинезонның балағын тоқып бітірдім мен. Екі балағында тоқып бітірдім. Мына басынан бастап резинаға дейін 15 сантиметр. Мен кішкене асырдым, бір 2 сантиметр, 17 сантиметр болды. Одан кейін резинасында өзіңіздің қалағаныңызша биіктікте тоқысаңыз болады. Менде шамамен 7-8 сантиметр. Егер бұдан үлкендеу болсын десеңіз, ары қарай үлкейтіп тоқи берсеңіз болады. Ең соңында мына жерде қыздар, мен алдынан 2 және артынан 2 жіпті бірге алып қысқарттым.
ең соңғы қатарда. Одан кейін оң теріс ілмектер резинада соңында менде 42 ілмек қалды. Екі жағыңызда да бірдей болу керек. Одан кейін тағы да айта кететін нәрсе, мен мында бірінші тағы бір қолын тоқып қойдым. Бұл қол мына қолтығынан бастап мына манжетке резинаға дейін өлшеген кезде 14-13 сантиметр шығады. Бұл 3 айға дейінгі балдардың өлшемі. Сіздің өзіңіздің өлшеміңізге қарай, кестеге қарай отырып, ары қарай үлкейтіп тоқи бересіздер. Қазір мен мына екінші қолды тоқимын, сол кезде көрсететін боламын. Резинасын тоже солай өзіңіздің қалаған биіктігіңізде тоқып аласыз. Қазір мен екінші қолын тоқып көрсетейін сіздерге. Мында менде қазір 38 ілмек. Екі қолында бірдей болу керек. Енді мына жерде бізде үлкен ашық тұр. Бұл қазір тоқи берсек ары қарай мына жер тесік болып қалады. Сол үшін екі жанынан бірдей ілмек қосып аламыз. Мен мына бетінен 2, келесі жағынан 2 ілмек қосып аламын. 2 ілмек және мына бетінен де тоже солай. 1, 2. Енді жібімізді алып, ары қарай айналдырып тоқи береміз. Қазір бірінші қатар оң тоқимыз, одан кейін екінші қатар теріс тоқимыз. Сонда бізде осылай оң теріс болып шығады. Осылай айналдырып тоқи бересіздер, қыздар, ешқандай қиын емес. Осы бірінші қатарды аяқтағаннан кейін ары қарай жалғастырып теріс тоқимыз, одан кейін оң тоқимыз. Және де бізде қолда қысқартатын боламыз тоже. Мына жерде мен шамамен 3-4 сантиметрден кейін бір рет қысқартқам. Қысқарту деген сол 2 ілмекті бірге алып қысқартасыз. Мына алдынан және артынан. Мына жақтан 2 ілмекті бірге және мына жағынан 2 ілмекті бірге алып қысқартамыз. Оған қазір мен тоқталып көрсететін болам. Жалпы қолда 2 рет қысқартылады. Әрбір 5 сантиметр немесе 4 сантиметрден кейін бір реттен қысқартсаңыз болғаны. Ендеше сол қысқартуға дейінгі, бірінші қысқартуға дейін өзіміз тоқитын боламыз қолды, сосын жолғамыз. Мінекей 4 сантиметр тоқыдым, қолтығын биіктігі, енді қысқартамын. Бірінші қысқарту мына 2 ілмекті бастапқы тұрған. Екеуін бірге аламын. Ары қарай тоқи беремін. Және осы қатарда аяқтап, мына соңғы жағына келген кезде, соңында тағы да мына екеуісін бірге алып қысқартатын боламыз. Осылай бірінші қысқарту аяқталады. Одан кейін екінші қысқарту тағы да бір 4-5 сантиметр тоққаннан кейін бір рет қысқартасыз. Одан кейін ары қарай қысқартудың қажеті жоқ. Мына резинасын тоқитын кезде алдынан 3 ілмек, 1, 2, 3 шамамен аласыз. 3 ілмекті бірге аласыз және артынан 3 ілмекті бірге алып қысқартамыз. Және соңында сізде мына резинаның санымен барлығын дұрыс жасасаңыз, екінші қолдың резина саны неше ілмек екендігі екеуі бірдей толық болып шығу керек. Ендеше қыздар, сәттілік, ары қарай өздеріңіз тоқып аяқтайсыздар. Одан кейін біз комбинезонымыздың капюшонына тоқталатын боламыз. Мінекей комбинезонымыздың қолын тоқып бітірдік, аяқтадық. Енді бізде капюшон қалды және де ең соңынан ауын екі аяқтың арасын қалайша бекіту керек екендігін айтатын боламын.
Ал қазір капюшонды тоқимыз. Капюшонды біздің ең бастаған жібіміз, осы жерден ілмектер іліп алатын боламыз. Мына жерде бізде теріс ілмек, көріп тұрғандарыңыздай, осы теріс ілмектің үстінен алатын боламыз. Мынау бірінші, бір, осылай ілмектер көрінеді сіздерде. Сонда ілмекті алған кезде мына жерде бізде астында теріс. Енді келесі ары қарай оң тоқи береміз. Осылай қатардың соңына дейін ілмектерді іліп аламыз. Содан кейін тек оң тоқи береміз. Мінекей ілмектерді іліп алдым мен. Мойнын айландыра капюшонымызды. Енді тоқып бастаймыз. Жібімізді аламыз. Мына артық жіптерді ең соңынан жасыратын боламыз. Осында бар және мына қолында бар, осы жіптердің бәрін соңынан жасырамыз. Так, қазір тек оң тоқи береміз. Бастапқы бірінші қатар ыңғайсыз болуы мүмкін. Ары қарай тоқып кетесіздер. Тек осылай оң тоқып отырамыз. Енді біз мына жерге келген кезде тура мына реглан бар, мына жерде екі қол. Осының ортасы менде 16 ілмектен кейін, 16 ілмектен кейін бір жіп қосамын. Қазір осында келген кезде қосуды көрсететін болам. 16 ілмек тоқыдым. Енді бір жіп қосамын. Осылай. Ары қарай жалғастырып тоқи береміз. Және мына соңында, мына жақтан 16 ілмек қалған кезде бір жіп қосасыздар. Өзіңізге маркермен осы екі жерін белгілеп қойсаңыздар болады. Әрбір 5 қатар тоқығаннан кейін ғана қосамыз жіпті. Қазір мен қостым, енді 5 қатар қоспай тоқимын, одан кейін қосамын. Тек оң тоқыған кезде қосасыздар осы беттен. Ал бұл қазір бізде тек бұлай тоқимыз, қайта артқа қайтамыз. Осылай кезек-кезек тоқылады, сондықтан тек оң тоқып отырасыздар. Ал қыздар, ендеше сәттілік, ары қарай жалғастырыңыздар. Мен өзімнің 0-3 жасқа қазір капюшонның биіктігін шамамен бір 13 сантиметрдей тоқимын. Одан кейін біріктіретін боламыз. Сіз өз өлшеміңізге қарай тоқисыз. Мінекей менің капюшонның биіктігі дайын болды. Маған осы биіктік жеткілікті. Ал егер сіз менің өлшемнен үлкен өлшемде тоқып жатқан болсаңыз, онда әрине кестеге қарай отыра биіктігін үлкейтетін боласыздар. Сол кесте ғана бойынша емес, егер биік сондай үлкен капюшон қаласаңыз, ары қарай да 1-2-3-4 сантиметр қосып тоқсаңыз болады. Және де бір айта кететін нәрсе осы жерде, мен мына жерде қысқартпадым, ең соңында негізі қысқартып өтсеңіз де болады. Тура мына ілмектердің ортасын тауып аласыз, осы жерден 3 ілмекті ортасына тастап, мына екі жанынан 2 рет, 1 рет қысқартсаңыз болады. Сонда кішкене капюшонның басы былай шығып тұратын болады. Менде кішкентай өлшем болғаннан кейін қажет етпедім. Ал егер де сіз қажет деп тапсаңыз, солайда мына жағынан қысқартсаңыз болады. Ортасынан полный биіктікті тоқып болғаннан кейін ортасынан 3 ілмек қалдырасыздар. Соның екі жанынан 2 рет немесе 1 рет, яғни 1 рет қысқартасыз, келесі қатарда тағы 1 рет қысқартасыз деген сияқты. Солай қысқартуға да болады. Қысқартуды білесіздер. Ал қазір мен мынандай тоқыма жіптерге арналған иненің көмегімен
бекітеміз. Ілмек санымызды санап аламыз да, міне тура ортасынан. Бізде жіп мына жақта тұр. Сондықтан қазір мына екіншісінен бастаймын мен. Бізді инені салуға да байланысты бұл, сондықтан мұқият болыңыздар. Өзімізге қарай, ішке қарай саламын мен міне. Жіпті тартып шығарып алып, босатамын. Және осы ілмекке кейіміз тағы салатын боламыз. Шатасып қалмаңыздар. Келесі мына ілмекке өзімізден сыртқа қарай саламыз. Қарама қарсы бағытта босатамыз. Жаңағы біздің босатқан ілмек міне тұр. Осы жерге қайта саламыз. Осында қайта салып, келесі ілмекке міне ішке өзімізге қарай. Және босатамыз. Екінші беттегі біздің босатқан ілмек. Екінші беттегі босатқан ілмек міне былайынан тұр. Осында саламыз. Және өзімізден сыртқа қарай. Босатамыз. Босатқан ілмегіміз мында тұр, былайынан. Келесі мына жақтағы босатқан ілмек міне көрініп тұрады. Осында саламыз. Өзімізге ішке қарай. Босатамыз. Қарама қарсы беттегі ілмек сыртқа қарай. Босатамыз. Осылай міне жалғастыра бересіздер. Бізде мінекей оң ілмектер шығып келе жатыр. Өсіп қыздар соңына дейін, біткенге дейін жалғастырамыз. Одан кейін бізде мына ортасы қалады. Екі аяқтың арасы бұл жерді де тура мына капюшон сияқты специяға өткізіп алып бекітетін боламыз. Бұған да тоқталып көрсетемін.